Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қытырлақ болып шығатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Алдын ала заттарымызды осылай дайындап аламыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, оның үстіне сұйық май мен қантты салып жақсылап, осылай вилканың көмегімен араластырамыз. Бұл жерде қантымыз толық еруі керек. Одан соң үстіне бір кесе айранымызды құйып, тағы да бір келке болғанша араластырамыз. Алдын ала еленген ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан соң осылай сұйық массамыздың үстіне ұнымыздың жарты бөлігін салып, осылай вилкамен араластырып алыңыздар. Мен қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Бұл жерде ұнымыздың тығыздығы әртүрлі болғандықтан қамырымызды азғана ұннан салып, қамырымыз жұмсақ болу қажет, осылай илеп аламыз. Мінекей осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді қамырды ұзынша формаға келтіріп, бөліктерге бөліп шығамыз. Мен осындай кішкене бөліктерге бөліп шықтым. Барлық қамырды кесіп алғаннан соң, осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Егерде жаңа көрермен болсаңыздар, осындай қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепт түрлері шығатын болады. Енді қамырымызды осылай жаятын боламыз. Осы формада жайып алыңыздар. Енді ортасына қант сеуетін боламыз. Әр бөлікке бір шай қасық қант сепсеңіздер болады. Осылай қамырымызды орап аламыз. Мен осылай айландырып, әдемі формаға келтірдім. Өте оңай, сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсететін боламын. Тура осылай жұқалап жайып, оның үстіне қантымызды себеміз, тағы да айландырып, тура видеодағыдай формаға келтіреміз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Одан соң печеньелерімізді осылай қантқа басып алып, формаға осылай тізіп шығамыз. Барлығын осылай жасап алып, 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей печеньелеріміз дайын болды. Өте әдемі жұмсақ болып шығады. Осылай жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.